Türklerin çıgуу tegi tuuralı zerttөөдүн 2-bölümünde aytılganday, Көк Türklerin aşina taypası osu Bogdanın Aynalası jana Barkol-Moruy saharalarında Altay'dın Çingil Köktogay öңүрүнө дейинги аумакта конустанып отурду. Bogdanın эң бийик чокусу Туулгаga окшойтун. Туулганы түрктер түрк деп атагандыктан осы таудун бейнеси боюнча өздөрүнө түрк деген ат койду. Қалайда қашып із жасырған халық бір ауыздан енді өздерінің кім болғанын жасырып жаңа атпен жүруге тиіс қой. Жүздеген жыл бойы осы өңірлерде өсіп өніп жатқан түріктер Жужан хандығына темір құрал жабдықтар соғып беріп күн көрген. Археологиялық қазбалар және құрғақ құмдарда шірімей жатқан көптеген жебе ұштарына талдау жасаған ғалымдар бұл жебе ұштарының түріктерге тән екенін дәлелдегенмен, аңызбен болған оқиғаның арасында қисын келіспегендіктен бір бекімге келмеген еді. Мысалы, Алтайдың шығыс жағындағы Көктогай Чыңгыл кен орындарының және ол орындардың өте қиын жолдары, ол аудандардың өте қиын асулар, даралардың көп екенін ескергенде, бұл жердің және солтүстікте Монғолияға, оңтүстікте Үрімжі жаққа қарай, батыста Алтайдың батысына қарай жүретін 9 жолдың торап екенін ескерсек, кейінгі Шыңғыс ханның қосындарының да сол арадан, сол жер арқылы Алтайдан асып өткенін ескерсек, осы жерде емденген халық барлық жолды жауып тастап, ырықты орынды ұстап тұра алатын жағдайда болатын еді. Жужандарға темір соға жүріп, темір мен алтынның мол қорын байқаған болуы да мүмкін. Жүздеген жылдар бойы Жужандарға құлша істеп келген түріктер 546 жылдары чұғыл шешімдер жасап, үлкен әрекеттерге көше бастады. Бұл кезде олардың басшысы Тумын қаған еді. Ері империялардың құлайтын шағында халыққа қаратқан қысым адам төзгісіз шекке де жететіні бар. Сәнбилердің бір бұтағынан шыққан Жужандар билігінің Ұлы даланың осы бір үлкен бөлігіне 250 жылдан астам билік жүргізгенін ескергенде, олардың соңғы әулеттерінің шеріктесіп, менменсіп, әулекленіп, құтырып кететін уағы да болған еді. Туңмын ең әуелі Жужандар езгісіне қарсы көтерілген телетайпаларын бағындырып алды. Солай күшейген соң Жужан ханның қызын өзіне әйелдікке сұрап елші жіберді. Анағұй оған, сен менің темірімді соғатын құлымсың. Мұндай талапты айтуға қалай батылың бар, деп қатты шамырқанды. Міне осы арада айта кететін тағы бір нәрсе бар. Бұл жерде таптық көзқарас қан емес, ұлттық көзқарас айқын сезілгендей. Қаған деген атау ең алдымен Жужандарда болған атақ. Анағұй қағанда Шыңғыс хандай данышпандық жетіспеді. Еуропа тарихында жазылған ауарлар 8 ғасырда барды дейтін адамдар бар. Бірақ естемей қаған Шығыс Рим, яғни Византия елшісіне ұрса сөйлеген сөзінде мынадай деп айтқан еді. Сендер біздің жауымыз болған ауарлармен достасқыларың келгені қалай? Оны бізбен неге ақылдаспайсыңдар деп. Міне осы ауарлардың сол Жужандардың батысқа қашқан бөлігі екендігін анықтап береді. Бүгінгі генетика ғылымы тұңғыс Сәнби, Жужан, Шывай моңғолдарының бір нәсілден екенін дәлелдеп жатыр. Олардың гені ғұндар мен түріктермен мүлде байланыспайды. Тумын қаған Анағұйдың сөзіне ренжіп, оның елшісін өлтіріп тастады. Ол елшінің кегін алуға Жужан ордасына да болған саяси талас-тартыстар жол бермеді. Тумын батыс би патшасының қызын сұрап елші жіберді. 551 жылы Чаңлы ханша түрік ордасына келін болып түсті. 552 жылы
Ханшаның әкесі қайтыс болғанда Тумын қаған аза тұтып жерлеуге кететін қаражат үшін мыңдаған жылқыны айдатып жіберді. Іргесі берік, күші мығым көрші мемлекеттермен ынтымағы жарасқан Тумын енді еш ойланбай 552 жылы Чужан ордасына жорық жасады. Қалған тарихтарды оқулықтарын оқып аласыздар. Күлтегін тасында, аспанда, жоғарда аспан, төменде қара жер жаралғанда, ортасында адам баласы жаралды. Адам баласына хан болу үшін Тумын қаған мен Естемей хан таққа отырды деген секілді таста айтып сондай сөздер бар еді ғой Күлтегін тасында. Сонда сол 100 жыл, 200 жыл өткеннен кейінгі тасқа осы Тумын қаған мен Естемей қағанды ерекше жазып кететін себебі Тумын қаған империяның алғашқы құрушысы, ал оның іргесін батысқа ерекше үлкен етіп созушы ретінде Естемей қаған аталады. Тумын қаған өлген соң орнына ұлы Қара Есекей қаған болып еді. Ол көп отырмай қайтыс болып кетті де 553 жылы Тумынның інісі Мұқан қаған таққа отырды. Оның тұсында мемлекет қарыштап даму жолына түсті. Мұқан қағанның тарихы да көптеген кітаптарда белгілі болғандықтан ол жөнінде көп сөйлемейміз. Мұқан өлгеннен кейін Табыр қаған 581 Табыр қаған таққа отырған еді. 581 жыл Табыр қаған өлген соң мынадай өсиет қалдырған: ағам Мұқан қағанның ұлы Далобиянды орныма қойыңдар деп. Бірақ ордадағы ақсүйектер Далобиянның шешесі басқа рудан екенін алға тартып, басқа балаларды таққа отырғызуға тырысты. Осы арада айта кетейік, Ашына тайпасы мен тек Ашыды деп аталатын екі тайпа ғана құдаласып, содан туған балалар ғана тақ мұрагері болса заңды есептелген. Түрік тайпаларының ішінде Ашына мен Ашыды деген екі тайпаның орны ерекше жоғары болғандығы белгілі. Әрине, әр мықты өзіне ұнаған баланы таққа қойғысы келді. Дәл осы 581 жылы Яңжан Сүй династиясын құрып шыққан еді. Және ол солтүстік жарты Қытайды місе тұтпай жорық тартып оңтүстік Қытайды да бағындырып жерін кеңіткен болатын. Бұл кезде тақталасы түріктердің шығыс жағында 4 қаған пайда қылған еді. Батыста Жетісу өлкесінде Тардүш қаған ғана отырғандықтан, ол енді ана шығыстағы ұсақталған қағандар тыңдамай өз алдына билік жүргізе бастады. Күлтегін тасында бұл оқиға былай айтылған: енелер ағаны тыңдамағандықтан, бектер қағанды тыңдамағандықтан табғашқа жем болдың. Осыған ұқсас сөздерінің бәрі осы оқиғаларды меңзеп тұр.